Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің Қаршыға шаңырағының оқушылары Қазақстанның халық әртісі Роза Бағланованың 100 жылдығына арналған «Сағындым апа дауысыңды» атты челленджін тобыл шаңырағынан қабылдай отырып, Роза Бағланованың шығармашылығы туралы деректерді ұсынады. Роза Бағланованың әкесі Тәжібай бақуатты кісі болған. Әуелі татар қызы Мәриямға үйленген. Кейін Күндей деген шешесі ер адамға ізін жалғастыратын ұрпақ керек деп, екінші рет Ақкүріш деген қазақ қызын алып береді. Екі әйелі қатар босанып, Мәриямнан Ыдырыс деген ұл, Ақкүріштен Роза дүниеге келді. Аумалы төкпелі кезеңде Тәжібай отбасы Ташкентке қоныс аударады. Роза Бағланова тетелес бауыры Ыдырыстың әскерге кеткенін ғана біледі. Содан ол хабарсыз кеткен. Бағланованың әжесі де шешесі де әнші болған адамдар. Бірақ арнайы білімі жоқ. Үнемі Розаға халық әндерін жаттатып айтқызып жүрген. Әнші ретінде бағымды ашқан Өзбекстан. Мектеп бітірген соң 1939 жылы Роза Қызылорда педагогика институтына түседі. Бірақ кенеттен әкесі қайтыс болып, туыстарды жағалап тұрмыстық жағдайға байланысты сол жылы Ташкент тоқыма институтына ауысады. Әншінің бойжеткен шағы ашаршылықпен, аласапылан жылдарға дөп келеді. Ташкентте жүргенде оның ерекше дауысы бірден көзге түседі. Үйдің тіршілігін жасай жүріп, ән салатын әдетім бар еді. Әлі есімде, есіктің алдын сыпырып жүріп, әндеткен қыздың дауысын естіп, Өзбек филармониясының директоры «Ән айтқан кім?» деп іздеп келді. Менің әншілік өмір жолымды, бағымды ашқан сол Кари Якупов әка еді. Содан Кари әканың көмегімен Ташкент филармониясында мемлекеттік әйелдер ән-би ансамблінде әнші болдым. Одан соң 1941 жылы Москва консерваториясына жолдама алғанда соғыс басталып кетті, дейді. Сол ансамбльмен Роза Бағланова Ұлы Отан соғысы жылдары майданда аралап, өнер көрсетіп, 1945 жылы 9 мамырда Берлиндегі жеңіс концертіне қатысады. Бірақ ол барлық концертте Өзбекстан атынан шығып жүреді. Бір күні Өзбекстандағы керемет әнші қазақ қызы туралы Жұбан Молдағалиев естиді. Роза Бағланованың отанына оралуына тікелей себепші болған да осы кісі. Ол кезде Жұбан Молдағалиев Москвада жоғарғы партия мектебінде оқып жүрген қазақ ақынының қолдауымен 1949 жылы Роза Бағланова елге оралады. Одан кейін де әкесінде болып қызға қамқорлық танытып отырған. Будапештте өткен ән жарысында да Розаны ілестіруге Жұбан Молдағалиев тікелей атсалысады. Роза Бағланова шетелді көп аралаған ксро әншісі. Мұндай мүмкіндік ол кезде көп әншінің бағына бұйыра бермейтін. Сондықтан оған қызғана қараған әріптестері көп болған. Ол ақш бүкіл Еуропаны аралап концерт берген. Мысалы, 1953 жылы гастрольдік сапармен Венгрия, Германия, Қытай, Польша, Чехословакия, Ауғанстан, Үндістан, Австрия, Бельгия, Бирма, Швеция, Канада сынды елдерде болған. Тіпті Елизавета патшайымның алдында ән шырқаған. Сталиннің жеке қабылдауында 3 рет концерт берген. Сахнадағы сұлу қыз ерекше даусымен, үстіндегі ұлттық киімімен елдің жүрегін баураған. Иә, ол өз таңдауымен киім тіктіріп киген, онда да қазақтың ұлттық киімін. Сағындым апа дауысыңды челленджін Махамбет шаңырағына жолдаймыз.